بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мінеки, бүгін өздеріңізбен әліпби айдары. Бүгінгі сабағымызда біз өздеріңізбен сод және дод әріпін үйренетін боламыз. Бүгінгі үйренетін сод әріпінің атауы сод, ал беретін дыбысы с. Бұл әріпті айтқан кезде тіл тікелей қатыспайды. Тек қана ұртымыз арқылы ауаны жинап, сода, яғни ұрттан ауа жиналған кезде ауаны жуандатып шығарамыз. Сода. Мән беріп қарап отырыңыздар. Сода. Ал екінші үйренетін әрібіміз дод әрібі. Атауы дод, ал беретін дыбысы д. Бұл әріптің қазақ тіліндегі д және араб тіліндегі өзіміз үйренген дәл әріпінен ерекшелігі жуан айтылады. Үстіңгі тіске ерін жабылып, сол орта ауаға толтырылып, қысыммен орта арқылы доды деп айтылады. Кәнеки менімен бірге айтып көріңіздер осы екі әріпті. Соды. Ал екінші әріп доды. Өте тамаша. Осы сод және дод әріптерін дұрыс жазылуына назар аударсаңыздар, сод әріпін жазған кезде бірінші төменнен жоғары қаратай сызықша көтеріліп, кейін барып төмен қарай түсіріледі. Яғни дөң саламыз, кейін төмен жағы жаңағы дөңнің бұрышы үшбұрыш сияқты бекітіледі. Кейіннен барып жоғары көтеріледі кішкене. Кейін дәптер жолының төменгі жағына жарты шеңбер жасалады. Екінші дод әріпімізде дәл сод әріпі сияқты үшбұрыш жасалып, сәл көтеріліп жоғары қарай. Кейін жартылай жолдың төменгі жағына жарты шеңбер жасалып, дәл сол жаңағы дод әріпінің үшбұрышының төбесіне бір нүкте қойылады. Сод және дод әріпінің негізгі жазылуы ұқсас, айырмашылығы тек қана нүктесінде. Сод әріпі жекеше түрде бұлай жазылады. Сод әріпі сөз басында. Сод әріпі сөз ортасына сызықша болып басталып, осылай аяқталады. Сод әріпі сөз соңында. Дод әріпі жекеше түрде бұлай жазылады. Дод әріпі сөз басында бұлай жазылады. Дод әріпі сөз ортасында. Дод әріпі сөз соңында. Мінеки, құрметті көрермен, бүгінгі әліпби айдарын аяқтаймыз. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллах тағала ілімдеріңізді арттырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. ورتل القرآن ترتيلا.